Егер бұл заттар рас болса, біз адамзат тарихын қайта жазуымыз керек. Өйткені олардың кейбірі өз дәуірінен жүздеген, тіпті мыңдаған жылға озық болған. Әлемде ғалымдарды әлі күнге дейін таңғалдыратын заттар бар. Олардың кейбірі қалай жасалғаны белгісіз, кейбірінің мақсаты әлі анықталмаған. Ал кейбірі өз дәуірінен мыңдаған жылға озық болған. Ал кейбір заттардың қалай жасалғанын бүгінгі технологиямен де түсіндіру қиын. Олар шынымен ежелгі адамдардың қолынан шықты ма? Әлде біз тарихтың бір бөлігін әлі білмейміз бе? Бүгін біз адамзат тарихындағы ең жұмбақ 10 затты көреміз. Ал соңғы заттың құпиясы сізді шынымен таңғалдыруы мүмкін. Бастайық. Антикитера механизмі. 1901 жылы Грекия жағалауындағы кеме апатынан ғалымдар тот басқан бір түрлі зат тауып алды. Бір қарағанда ол жай ғана металл сынығына ұқсайтын. Бірақ бірнеше жылдан кейін зерттеушілер оның ішінде ондаған тісті доңғалақ бар екенін анықтады. Бұл құрылғы шамамен 2000 жыл бұрын жасалған. Антикитера механизмі жай ғана ежелгі құрылғы емес еді. Ол шын мәнінде аспанды есептейтін механикалық компьютер болған. Құрылғының бүйіріндегі тұтқаны айналдырғанда, ішіндегі 30-дан астам қола тісті доңғалақтар қозғала бастайды. Сол доңғалақтар бір-бірімен байланысып, күннің, айдың және кейбір планеталардың қозғалысын көрсеткен. Тіпті ол айдың фазаларында көрсете алған. Яғни адамдар оның көмегімен бүгін толық ай ма, әлде жаңа ай ма екенін білген. Бірақ ең таңғаларлығы басқа. Бұл механизм болашақтағы күн мен ай тұтылуларын жылдар бұрын есептей алған. Қазіргі күнтізбе сияқты, ол маңызды астрономиялық оқиғаларды алдын ала көрсеткен. Сол себепті ғалымдар оны әлемдегі алғашқы аналогтық компьютер деп атайды. Елестетіп көріңіз, бұның бәрі компьютерсіз, электрсіз, тіпті телескопсыз жасалған. Тек қола тісті доңғалақтар мен ежелгі инженерлердің білімі арқылы. Сондықтан көптеген ғалымдар бір сұраққа жауап іздеп келеді. Егер 2000 жыл бұрын адамдар осындай күрделі механизм жасай алса, онда біз ежелгі өркениеттердің технологиясы туралы қаншалықты аз білеміз? Мүмкін тарихта жоғалып кеткен білім болған шығар. Сол себепті антикитера механизмі адамзат тарихындағы ең жұмбақ заттардың бірі болып саналады. Осы күнге дейін антикитера механизмінің қалай жасалғаны толық түсіндірілген жоқ. Войнач қолжазбасы. 1912 жылы Вильфрид Войнач Италиядағы ескі сарай кітапханасынан жұмбақ қолжазбаны тауып алды. Бір қарағанда бұл жай ғана көне қолжазба сияқты көрінген. Бірақ кітапты ашқан кезде ғалымдар таңғалып қалады. Өйткені оның ішіндегі мәтін ешбір белгілі тілге ұқсамайтын. Бірақ қызығы мұнымен бітпейді. Қолжазбаның ішінде 17 ғасырда жазылған хат табылған. Ол хатта кітаптың бұрын Рим императоры Рудольф II-ге тиесілі болғаны айтылған. Аңыз бойынша, император бұл кітап үшін өте үлкен ақша төлеген. Өйткені оны ежелгі ғалымның құпия еңбегі деп ойлаған. Кітап шамамен 240 беттен тұрады. Оның ішінде жүздеген өсімдіктердің суреттері, жұлдыз карталары, белгісіз диаграммалар және түсініксіз жазулар бар. Бірақ мәселе мынада. Кітаптағы өсімдіктердің көбі жер бетінде жоқ. Кейбірі бірнеше өсімдіктің бөліктерінен құрастырылған сияқты. Ал кейбір суреттер мүлде басқа әлемнен келгендей көрінеді. Ғалымдар бұл кітапты 100 жылдан астам уақыт зерттеп келеді. Оны әлемдегі ең мықты лингвистер зерттеді. Криптографтар зерттеді. Тіпті Екінші дүниежүзілік соғыста неміс кодтарын бұзған мамандар да зерттеді. Бірақ ешкім бірде-бір сөйлемін оқи алмады. Қазіргі заманғы компьютерлер мен жасанды интеллектте оның тілін анықтай алмады. Қолжазбадағы сөздер кездейсоқ жазылмаған. Оларда нақты грамматика мен қайталанатын құрылым бар. Яғни бұл жай ғана мағынасыз әріптер жиынтығы емес. Бұл шынымен бір тілге ұқсайды. Сонда бұл кітапты кім жазды? Ол қандай тілде жазылған? Неге оны ешкім оқи алмайды? 600 жылдан астам уақыт өтсе де, Войнач қолжазбасының құпиясы әлі ашылған жоқ. Сол себепті ол адамзат тарихындағы ең жұмбақ кітап болып саналады. Бағдат батареясы. 1936 жылы археологтар Ирак малынан өте ерекше зат тауып алады. Бір қарағанда ол жай ғана көне құмыра сияқты көрінген. Бірақ зерттеу барысында оның ішінде мыс цилиндр мен темір таяқша бар екені анықталды. Бұл зат шамамен 2000 жыл бұрын жасалған. Ең таңғаларлығы, егер құмыраның ішіне сірке суы немесе лимон шырыны сияқты қышқыл сұйықтық құйылса, ол аз мөлшерде электр тоғын өндіре алады. Яғни бұл қарапайым батарея сияқты жұмыс істейді. Бірақ мәселе мынада.
Ресми тарих боюнча алгашкы нагыз батареяны итальян галымы Алессандро Вольта тек 1800 жылы ойлап тапкан. Ал Багдад батареясы одан шамамен 1800 жыл бұрын жасалган. Сонда ежелгі адамдар электр энергиясын билген бе? Кейбір ғалымдардың пікірінше, бұл құрылғы алтын немесе күміс заттарды жұқа металл қабатымен қаптау үшін қолданылған болуы мүмкін. Яғни олар электр көмегімен металдарды жалатқан болуы ықтимал. Басқа зерттеушілер бұл жай ғана діни рәсімдерге арналған ыдыс болған деп есептейді. Бірақ бүгінге дейін бірде-бір адам бұл құрылғының нақты не үшін қолданылғанын дәлелдей алған жоқ. 2000 жыл өтсе де, Багдад батареясының құпиясы толық ашылған жоқ. Сол себепті ол адамзат тарихындағы ең жұмбақ артефактілердің бірі болып саналады. Дели темір бағанасы. Үндістанның астанасы Делиде бір ерекше темір бағана тұр. Бір қарағанда ол қарапайым темір бағана сияқты көрінеді. Бірақ оның құпиясы мыңдаған ғалымды таңғалдырды. Бұл бағана шамамен 1600 жыл бұрын жасалған. Оның биіктігі 7 метрден асады, ал салмағы 6 тоннадан көп. Ең таңғаларлығы, ол каза темірден жасалған. Бірақ 1600 жылдан астам уақыт бойы жаңбырдың астында, аптап ыстықта және ылғалды ауа райында тұрғанына қарамастан, ол әлі күнге дейін тот баспаған. Қазіргі заманғы темір заттардың көбі бірнеше жылда тот басып кетеді. Ал бұл бағана 1000 жылдан астам уақыт бойы сақталып тұр. Сонда ежелгі үнді ұсталары қандай құпия технология қолданды? Ғалымдар зерттеу барысында бағананың құрамында фосфор мөлшері жоғары екенін анықтады. Уақыт өте келе оның бетінде өте жұқа қорғаныш қабаты пайда болды. Бұл қабат темірді тоттан қорғайды. Бірақ мәселе мынада. Ежелгі адамдар мұндай технологияны қалай меңгерген? Олар мұны әдейі жасады ма? Әлде бұл кездейсоқ ашылған металлургиялық құпия ма? 1600 жылдан астам уақыт өтсе де, Дели темір бағанасы әлемдегі ең ерекше металл артефактілердің бірі болып қала береді. Кристалл бас сүйек 1924 жылы Любантун атты ежелгі майя қаласының қирандыларынан бір археологиялық экспедиция кезінде өте қорқынышты әрі жұмбақ зат табылды. Ол адам бас сүйегіне ұқсайтын. Бірақ оның сүйектен емес, тұтас мөлдір кристалдан жасалғаны анықталды. Оны британдық зерттеуші Фредерик Альберт Митчелл Хеджес пен оның асырап алған қызы Анна Митчелл Хеджес тапқан деп айтылады. Аңыз бойынша, Анна 17 жасқа толған күні ежелгі ғибадатхананың астынан мөлдір кристалл бас сүйекті тауып алған. Ең таңғаларлығы, бұл бас сүйек бір ғана кварц кристаллынан ойылып жасалған. Ал кварц өте қатты минерал. Қазіргі заманғы құралдардың өзіне мұндай жұмысты орындау оңай емес. Ғалымдар бас сүйекті микроскоппен зерттеді, бірақ оның бетінде заманауи құралдардың іздері байқалмады. Сонда оны кім жасады, қалай жасады және не үшін жасады? Кейбір зерттеушілер Митчелл Хеджес бас сүйекті кейінірек аукционнан сатып алған болуы мүмкін дейді. Сондықтан кристалл бас сүйектің ең үлкен жұмбағы оның қалай жасалғанында ғана емес, оның қайдан шыққанында да жатыр. Ең қорқыныштысы, оны зерттеген кейбір адамдар түсініксіз оқиғалар туралы айтқан. Біреулер түнде сыбыр естігенін айтса, біреулер бас сүйектің көздері жарқырағанын көрдік деп мәлімдеген. Әрине, бұған ғылыми дәлел жоқ. Бірақ бұл аңыздар жұмбақты одан сайын күшейте түсті. Кейін кейбір ғалымдар бұл бас сүйектер 19 ғасырда жасалған болуы мүмкін деген болжам айтты. Бірақ олардың барлығының шығу тарихы әлі күнге дейін толық анықталған жоқ. Стоунхендж. Англияда 5000 жылға жуық уақыттан бері еш өзгермей тұрған алып тас шеңбер бар. Оның аты Стоунхендж. Бір қарағанда бұл жай ғана үлкен тастар сияқты көрінеді. Бірақ оның құпиясы ғасырлар бойы ғалымдарды таңғалдыруда. Кейбір тастардың салмағы 25 тоннадан асады. Ал ең таңғаларлығы, олардың кейбірі шамамен 240 шақырым жерден, тіпті одан да алыстан жеткізілген. Бұл тастарды ежелгі адамдар кемірсіз, дөңгелексіз және ауыр техникаларсыз қалай тасыды? Оны бүгінге дейін ешкім нақты түсіндіре алған жоқ. Бірақ жұмбақ мұнымен бітпейді. Стоунхендж дәл жазғы күн тоқырауында күннің шығуымен, ал қысқы күн тоқырауында күннің батуымен ерекше дәлдікпен сәйкес келеді. Бұл оның кездейсоқ салынбағанын көрсетеді. Сонда бұл не болған? Ежелгі обсерватория ма? Қасиетті ғибадатхана ма? Әлде ата-бабаларды жерлеуге арналған ерекше орын ба? Қазіргі зерттеулер Стоунхендж діни рәсімдерге, мерекелік жиналыстарға және маңызды астрономиялық күндерді бақылауға пайдаланылған болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бірақ оның нақты мақсаты әлі де белгісіз. Тағы бір қызық дерек.
Стоунхендж бір күнде салынған жоқ. Ол бірнеше кезеңмен шамамен 1500 жыл бойы тұрғызылған. Бұл құрылысқа бірнеше ұрпақ қатысқан деген сөз. 5000 жыл өтсе де, Стоунхендж бізге бір сұрақ қояды. Ежелгі адамдар осындай ғажайып құрылысты қалай тұрғызды? Пума-Пунку тастары. Боливияның биік тауларында, теңіз деңгейінен шамамен 3850 метр биіктікте Пума-Пунку деп аталатын ежелгі қирандылар жатыр. Бұл жер шамамен 1500 жыл бұрын Тиуанако өркениеті салған алып кешеннің бір бөлігі болған. Бір қарағанда бұл жай ғана тас блоктар сияқты көрінеді. Бірақ жақындап қарасаңыз, олардың беттері мінсіз тегіс. Кейбір тастардың бұрыштары дәл 90 градус. Ал әйгілі H тәрізді блоктардың кесілгені соншалық дәл, олар қазіргі зауытта жасалғандай әсер қалдырады. Ең үлкен тас блоктың салмағы шамамен 130 тоннаға жетеді. Ал кейбір андезит тастары шамамен 90 шақырым жердегі карьерден жеткізілген. Бірақ сол заманда дөңгелек те, темір кран да, ауыр техника да болмаған. Сонда адамдар осындай алып тастарды қалай тасымалдады? Тағы бір жұмбақ. Кейбір тастар бір-біріне соншалық дәл келтірілген, арасына тіпті ине де сыймайтындай көрінеді. Олардың кейбірі металл қапсырмалармен біріктірілген. Бұл құрылыс тәсілі өз дәуірі үшін өте күрделі болған. Дегенмен, олардың мұндай дәлдікке қандай құралдармен қол жеткізгені әлі толық анықталмаған. Өйткені құрылыс кезінде қолданылған арнайы құралдар табылған жоқ. Пума-Пунку бізге бір ғана сұрақ қояды. 1500 жыл бұрын өмір сүрген адамдар осындай дәл инженерлік құрылысты қалай жасай алды? Коста-Рика. 1930 жылдары Коста-Риканың оңтүстігінде джунгльді тазалап жүрген жұмысшылар күтпеген жерден алып тас шарларды тауып алады. Бір емес, екі емес, жүздеген. Бүгінгі күні бұл жерде 300-ден астам тас шар табылған. Олардың кейбірінің диаметрі 2,5 метрден асады, ал салмағы 15-тен 24 тоннаға дейін жетеді. Ең таңғаларлығы, бұл шарлар мінсіз дөңгелек. Оларды қолмен ұстап көрсеңіз, қазіргі зауытта жасалғандай әсер қалдырады. Бірақ олар шамамен 500-ден 1500-ге дейін жылдар аралығында ежелгі дикис өркениеті кезінде жасалған. Ол кезде темір құралдар да, ауыр техникалар да болмаған. Ғалымдардың пікірінше, шарлар қатты тастарды ұрып өңдеу, кейін құммен ұзақ уақыт тегістеу арқылы жасалған. Бірақ мұндай дәлдікке қалай қол жеткізгені әлі күнге дейін таңғалдырады. Ең үлкен жұмбақ олардың не үшін жасалғаны. Кейбір археологтар олар тайпа көсемдерінің билігін білдіретін белгі болған дейді. Басқалары, олар қасиетті орындарды немесе рәсім өтетін алаңдарды белгілеген деп есептейді. Алайда, олардың мұндай мінсіз пішінді қалай жасағаны және не үшін жасағаны әлі күнге дейін толық анықталған жоқ. Саксайуаман қабырғалары. Перудағы Анд тауларының биігінде орналасқан Саксайуаман қабырғаларына алғаш қараған адам бір нәрсеге бірден таң қалады. Бұл жердегі алып тастардың бірде-бірі цементпен жапсырылмаған. Бірақ олардың бір-біріне дәл келгені сонша, арасына тіпті қағаздың өзі де сыймайды. Бұл кешен 15 ғасырда инка өркениеті салған алып қамал әрі салтанатты рәсімдер өтетін орын болған. Қабырғалар теңіз деңгейінен шамамен 3700 метр биіктікте орналасқан. Ең таңғаларлығы, кейбір тас блоктардың салмағы 100 тоннадан асады, ал ең үлкендерінің салмағы 150-ден 200 тоннаға дейін жетеді. Олар карьерден ондаған шақырым жерден әкелінген. Тағы бір жұмбақ. Бұл тастардың пішіні бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсысы әртүрлі көп бұрыш түрінде қашалған. Соған қарамастан, олардың барлығы бір-біріне мінсіз сәйкес келеді. Мұндай дәлдіктің арқасында қабырғалар ғасырлар бойы болған күшті жер сілкіністерінен аман қалған. Археологтардың пікірінше, бұл инкалардың ерекше инженерлік шеберлігі мен ұзақ еңбегінің нәтижесі. Дегенмен, осындай алып тастарды дәл осылай кесіп, тасымалдап және орнатудың нақты әдісі әлі толық анықталған жоқ. 500 жылдан астам уақыт өтсе де, Саксайуаман бізге бір ғана сұрақ қояды. Инкалар мұндай керемет құрылысты қазіргі техникасыз қалай сала алды? Лондон, балғасы. 1936 жылы ақш штатының Техас штатындағы Лондон қаласының маңында серуендеп жүрген ерлі-зайыптылар ерекше тас тауып алады. Тастың ішінен ағаштың кішкентай бөлігі шығып тұрған. Бірнеше жылдан кейін тасты жарып көргенде, оның ішінде темір балға жапқанын көреді. Бұл жаңалық бүкіл әлемге тез тарады. Себебі, кейбір адамдар балға жүздеген миллион жылдық тастың ішінде жатқан деп мәлімдеді.
Бірақ дәл осы жерден үлкен дау басталады. Кейбір зерттеушілер бұл балға өте көне өркениеттен қалған дейді. Ал басқа ғалымдар оның пішіні 19 ғасырдағы кеншілер қолданған қарапайым балғаларға өте ұқсайтынын айтады. Ең ықтимал ғылыми түсіндірме бойынша, балға жерге түсіп қалғаннан кейін, оның айналасында минералдар жиналып, қатты әктасты қабық, конкреция түсілген. Мұндай процесс кейде ондаған жыл немесе бірнеше 10 жылдық ішінде де болуы мүмкін. Соған қарамастан, Лондон балғасы әлі күнге дейін көптеген пікірталастың ортасында. Бұл шынымен ерекше геологиялық құбылыс па? Әлде біз әлі түсінбейтін бір нәрсе бар ма? Қалай болғанда да, Лондон балғасы әлемдегі ең танымал жұмбақ артефактілердің бірі. Ол бізге бір нәрсені еске салады. Кейде жұмбақтың өзі шындықтан да қызығырақ болады. Бұл заттардың кейбірінің құпиясы ішінара ашылғанмен, олардың айналасындағы сұрақтар әлі де көп. Оларды кім жасады? Қалай жасады? Және не үшін жасады? Кейде біз ежелгі адамдарды қарапайым деп ойлаймыз. Бірақ бұл артефактілер, олардың мүмкіндіктері біз ойлағаннан әлде қайда жоғары болғанын көрсетеді. Мүмкін біз тарихтың бәрін әлі білмейтін шығармыз. Мүмкін жоғалып кеткен білімдер болған шығар. Немесе біз әлі түсіндіре алмаған технологиялар болған шығар. Бір нәрсе анық. Адамзат тарихы біз ойлағаннан әлде қайда жұмбақ. Ал болашақта жаңа жаңалықтар табылған сайын, бүгін шындық деп жүрген нәрселеріміз өзгеруі мүмкін. Сізді ең қатты таңғалдырған зат қайсысы? Пікірге жазыңыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.